Просто. Технологично. Стильно. Удобно. Доступно. Потребности. Ожидания. Желания. Возможности. Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техноказ арнасы. Дәл кеше ғана 28 май күні барлығыңызға белгілі Xiaomi компаниясы өзінің кезекті X презентациясын өткізді. Сол презентацияда бірден 4 смартфон ұсынылды. Бүгінгі видеомыз сол жайлы болмақ. Кеттік. Олар Xiaomi Redmi Note 9, Note 9 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite және флагманды Xiaomi Mi 10. Осылардың ішіндегі ең арзаны Xiaomi Redmi Note 9. Бірден содан бастасақ. Xiaomi Redmi Note 9 арқа жағынан толық пластиктен жасалған, барлығы симметриялы түрде 4 камера және сканер отпечатков пальцев орналасқан. Алдыңғы жағына келетін болсақ, алдыңғы жағында Full HD Plus экран, оның үлкендігі 6,53 дюймді, оның матрицасы Dot Display. Оның разрешениесі 2340-қа 1080, 19.5-тен 9-ға қатынаста. Барлық жағына Corning Gorilla Glass 5 қорғауыш технологиясы орналасқан. Алдыңғы камерасы сол шетінде орналасқан. Redmi Note 9 бірден 3 түсте шығады. Олар полуночный серый, полярный белый, лесной зеленый. Ал енді арқа жағындағы камерасына келсек. Арқа жағында камера бірден 4-те орналасқан. Олар ең негізгісі 48 мегапиксель, жарық күші 1.79. Одан кейінгісі сверхширокий угол, яғни ультра кең бұрышты, ол 118 градусты қамти алады. Оның жарық күші 2.2, 8 мегапиксель күштілігімен. Макрообъектив 2 мегапиксель, ал және бір ToF сенсор бар, яғни оның тереңдігін анықтайтын iToF сенсор, оның жарықтығы 2.4, 2 мегапиксель күштілігімен. Ал енді селфи камерасына келсек, ол экранның өзінде орналасқан, оның үлкендігі 13 мегапиксель. Ал енді ең негізгісі производительность, яғни процессоры. Процессоры бұл жерде ең алғаш рет MediaTek Helio G85 процессоры Redmi Note 9-ға орнатылды. Helio G85 процессоры бірден 2 кластерге бөлінген. Олар Cortex A75 2 ГГц-ге дейін, ол процессорден 2 штук, ал қалған 6-ауы күнделікті жұмысыңызды атқару үшін Cortex A55 кластері. Xiaomi осы процессормен Samsung-тың Galaxy A51 телефонын салыстырғанда, Antutu Benchmark деп аталатын программада ол Samsung Galaxy A51 177 мың очко жинаған болса, ал бұл Helio G85 процессорымен 205 мыңнан аса көп очко жинады. Яғни бұл жолы производительность жағынан жақсы көрсеткіш жинады. Ал енді ең қызығы аккумулятор. Бұл жерде 5020 мАч аккумулятор орналасқан. Яғни сіз бұл аккумулятормен 2 күн бойы смело жүре бересіз. Бұл аккумулятор сізге 11 сағат бойы видео ойын, 17 сағат бойы видео қарау, 7 сағат бойы видео түсіруге мүмкіндік бере алады. Ал енді осы телефонның 2 конфигурациясы бар. Ол 3 ГБ оперативті және 64 ГБ негізгі жады және 4К 128. Енді ең қызығы бағасына келсек, 4.64 17 мың рубль Ресейде, ал Қазақстанға 98 мың теңге болады. Ал 4.128 болса 19 мың рубль, Қазақстанға 110 мың теңге болады. Бұл Қазақстан нарығына бұндай бағамен келмейді. Келсе 105-110 мың теңге 3.64-тігіне, ал 115-120 мың теңге 4К 128 ГБ-тығына болады. Ал енді келесі телефонға өтсек, бір қадам жоғарыға. Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Xiaomi Redmi Note 9 Pro дизайны жағынан жаңағы Note 9-ға сәл-пәл ұқсайды, бірақ кішкене өзгерістерге енген. Арқа жағы толық пластиктен жасалған, барлық нәрсе симметриялы. Арқасындағы камералар 4-еу және астында вспышкасымен. Алдыңғы жағына келсек, экран және Samsung Galaxy A51-ге ұқсаған экранның өзінде кіргізілген камерамен. Ал оң жағында әрі разблокировка экрана, әрі сканер отпечатков пальцы бір нәрсеге орналасқан.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro'da Note 9 сияқты 3 түске ие. Олар кәдімгі ақ белый айсберг, жасыл зеленый тропики және қара звездная пыль деп аталады. Ал енді алдыңғы жағындағы экранына келсек, экраны 6,67 дюймді, матрицасы Cinematic Dot Display деп аталады. Ал оған артқы және алдыңғы жағына да Gorilla Glass 5 қорғауыш технологиясы орналасқан. Xiaomi Redmi Note 9 Pro'да бірден арқа жағынан 4 камера орналасқан. Олар ең негізгісі 64 мегапиксельді, бірде 89 жарық күшімен, ал одан кейінгісі ультра кең бұрышты камера, ол 119 градусты қамти алады, оның үлкендігі 8 мегапиксель, 2.2 жарық күшімен, және макрообъектив 5 мегапиксельді, 2.4 жарық күшімен, және ToF сенсор орналасқан, оның жарық күші 2.4, күштілігі 2 мегапиксель. Ал енді алдыңғы камерасына келсек, алдыңғы камерасы экранның өзінде орналасқан, оның үлкендігі 16 мегапиксель. Ал енді процессорына келсек, бұл жерде 8 нанометрлі өлшемде жасалған Qualcomm Snapdragon 720G, яғни супер флагманда чипсет орнатылған. Максималды күштілігі 2,3 ГГц. Ал енді аккумуляторына келсек, бұл жерде аккумулятор дәл Xiaomi Redmi Note 9-дағыдай 5020 мАч. Ал енді ең маңыздысына келсек, ол бағасы. Россияда бұл телефон 24 000 рубльмен бағаланады. Ал теңгемен салыстырсақ, ол 140 000 теңге. Әрине, Қазақстанға жаңа айтқандай, ол 140 000 теңгемен келмейді, минимум 10 000 теңгеге дейін қосылады. Енді және бір қадам жоғарыға, енді Xiaomi-дің супер флагманына келеміз. Ол Xiaomi Mi Note 1 Lite. Xiaomi Mi Note 1 Lite бірден дизайнына келсек, арқа жағы толық пластиктен жасалған, камера блогы сол жағында орналасқан, дәл Huawei P40-ға ұқсайды. Олар 4 камера және ToF сенсор орналасқан. Алдыңғы жағына келетін болсақ, екі жағы изогнутый, яғни қайырылған экран, жоғарысында тамшыға ұқсаған камераның блогы орналасқан. Жалпы түрі супер флагманға жараса. Xiaomi Mi Note 10 Lite-тың экраны 6,57 дюймді 3D изогнутый экранмен 19,5-ге 9 қатынаста. Ал енді бірден камерасына келсек, олар арқасында 4, үшеуі камера, біреуі ToF сенсор. Олардың негізгісі 64 мегапиксельді кең бұрышты объектив, 1,6 микрометрмен. Одан кейінгісі 8 мегапиксельді ультра кең бұрышты камера, оның градусы 120. Ал оның астында тұрған 5 мегапиксельді жаңа айтқандай ToF сенсор, яғни оның суреттің тереңдігін анықтайтын объектив. Оның ең астындағысы макро камера, 2 мегапиксель күштілігімен. Ал енді негізгісі жүрегі, процессоры жайлы айтсақ. Ол жерде Qualcomm Snapdragon 730G процессоры орналасқан, яғни супер флагманды чипсет. Оның жады озу 8 ГБ, ал негізгі жады 128 ГБ-ға дейін барады. Ал енді аккумуляторына келсек, бұл жерде 5260 мАч аккумулятор бар. Ал енді бағасына келсек, бұл 8 ГБ оперативті және 128 негізгі жадымен 33 000 рубль тұрады. Ал Қазақстанға бағасы теңгемен 190 000 теңге. Әрине, ол Қазақстанға келгеннен кейін 200 000 теңге болады. Ал енді ең негізгісі Xiaomi-дің негізгі флагманы, ол Xiaomi Mi 10. Mi 10-ның дизайнына келсек, ол әркімге әртүрлі, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Жалпы өте әдемі шыққан. Арқа жағында бірден 4 камера орналасқан, оның ішінде ToF сенсор да кіреді. Ал алдыңғы жағында изогнуты 3D экран, камера сол шетінде орналасқан. Жалпы Xiaomi Mi 10-ның экраны 6,67 дюймді, матрицасы Dot Display. Xiaomi Mi 10-ның камерасы бірден 4 арқа жағында, олар негізгісі 108 мегапиксельді Samsung-тың камерасы, дәл Samsung Galaxy S20, S20 ультралардағыдай. Одан кейінгілері 13 мегапиксельді, 2 мегапиксельді және
тағы 2 мегапиксельді макро кең бұрышты фотоларға және видеоларға арналған камералар. Ал алдыңғы камерасы 20 мегапиксельді. Xiaomi Mi 10-ға 2020 жылы барлық флагманды телефондарға қойылып жатқандай Qualcomm Snapdragon 865 5G процессоры орналасқан. Ол жайлы артық айтудың керегі жоқ. Ол жайлы барлығы белгілі. Ал аккумуляторы 4780 мАч-ты 30 ватты әрі сымды, әрі сымсыз қуаттауға мүмкіндік береді. Ал енді ең негізгісі бағасына келетін болсақ, Россияда бұл телефон 70 000 рубль, ал теңгеге аударсақ 406 000 теңге. Әрине бұл бағамен келмейді, Қазақстанға үстіне қосылып келеді, яғни 410 000, 420 000, 430 000 теңге төңірегінде болады. Жалпы 28 май күні болып өткен Xiaomi компаниясының X презентациясында осы 4 смартфон ұсынылды. Егер видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарийға пікіріңізді, ойыңызды, ендігі шығарылымда не болғанын қалайтыныңызды жазып қалдырыңыз. Және подписаться кнопкасын басып, қызыл кнопканы сұрға айналдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше қош, сау.